Қайырлы таң, құрметті көрермен. Қысқы орманнан хабар таратып тұрмын. Жаңа жылды мемлекетке қарыз болып қарсы алғыңыз келмесе, біз ұсынатын ақпаратты тыңдап алыңыз. Әр жаратылыс өз орнында тұрсын. Мен экранда, шырша мен қарағайлар орманда. Қалжыңсыз айтсақ, бір түп қылқан жапырақтыны заңсыз кессеңіз, 150 айлық есептік көрсеткіш, яғни жарты миллионға жуық айыппұл төлейсіз. Біз қазір Жасыл аймақ республикалық мемлекеттік кәсіпорында тұрмыз. Бұл кәсіпорында 7 жылжымайтын орман қорғау күзеттері және 8 жылжымалы күзеттері бар. Бұл ағаштардың кімдердің арқасында сау тұрғанын көрейік. Қандай дайындық жұмыстары жүргізіледі сіздерде? Мысалы, заң бұзушы келіп қалса, оның мүмкін қолында ауыр заты болуы мүмкін, қаруы болуы мүмкін деген сияқты. Да, звондаймыз, бізде дежурный машина бар. Видеоға түсіріп алсақ, болды ғой, сол машинаның номерін бәрінде. Бізге хабарласады, сол кезде бір нәрсе болса, біз сразу осында келеміз де, участковый бәрін шақыртып, бәрін қолымызға аламыз. Біз енді жаңалау вагонға келдік. Ішін көрейік, салыстырайық. Шынымен де жаңа. Көрсеңіздер болады. Мархабат. Ой, пойыз сияқты екен. Іші. Бір орманды 20-дан астам адам күзетеді. Неге сонша қорғалады десеңіз, бір ағашты егудің машақатын түсіндіріп көрейік. Бір ағашты алу үшін бұдан біз тұқым жинаймыз. Тұқымнан кейін оны тұқым баққа отырғызамыз. Ол жерде 2 жыл өсіреміз де, оны осы далаға отырғызамыз. Далада өскеннен кейін бұл 20 жылдық ағаш болып саналады қазіргі таңда. Бұл жұмысы өте үлкен және күрделі. Неге 10 күн беріледі? Өйткені ол уақытта тұқым ағаш ұйықтап жатады дедіңіз, оянып кетсе, оны еге алмай қаламыз дедіңіз. Дұрыс. Қардан қыста холодильник жасаймыз. Жаңағы бурт деп аталады ол. Оны сабанмен жауып қоямыз. Көктемнің аяғына дейін ол холодильник бізде тұрады, сақталып. Сонда сақталған ағаштарды біз сыртқа отырғызғаннан кейін ол жаңағы жылуды өзіне қабылдап бүршік атады. Ал егер ол уақытты өткізіп алса, онда егу мүмкін емес. 2 жыл бойы өсірген тұқым босқа кетуі мүмкін, Босқа кетуі мүмкін. Вы сразу уже, без подготовки? Да, согласно территориальной инспекции. Очень приятно. Сегодня не по сценарию, да, говорит? Енді бұл кісі жылда әкеліп сатады, как жеке тұлға есебінде өсімдіктер карантині, онымен қатар табиғат қорғау полициясы барлығы арнайы құжаттар тексереді бұл кісілерде. Тірі шырша алу керек па сізге? Біз алмаушы едік. Биыл осы кішкентай ұлымыз сұрағаннан кейін ойлағанбыз, алайық деп. Сол бірінші рет келдік уже неше. Қаншадан екен? 8.000 деді. Қазір алайық деген. Арзан екен ғой. Сосын оны жаңа жыл біткесін не істейсіз? Оны білмеймін, оны бір утилизационный бірдеңке не болса, соған апарамыз. Болмаса ше? Болмаса ше. Сұрайықшы мына кісілерден. Бар ма оны утилизацияға жіберу мүмкіндігі? Арнайы бізде орындар жоқ енді. Жаңағы енді қоқысқа тастайды ғой. Бұл енді еш нәрсеге жарамай қалады ғой. Мынау көшірмесі ғой құжаттың. Иә. Бұл көшірмесі. Бұлар енді көрдіңіз бе? У вас сколько точек в городе? У нас центральная точка на центральном рынке, главная, основная, и вторая у нас на Акбате. Телезрителей и людей интересует. Жалпы халық телекөрермен бұл ағаштарды аяп жатады. Ал олар арамшөп сияқты бас артық ағаш қой. Вот эти деревья, они идут как сорняк. Бұл ағаштар әлі жас қой, әлде оған байланысты емес пе? Они молодые, да. Жас екені рас, бірақ бәрібір кесіп Будут алынады. убираться. Им никто в лесу там расти не даст. Почему? Потому что Өйткені дәнді дақыл егілетін алқаптар бар. Олар жағалай ағашпен қоршалып қорғалады. Ал ағаштың тұқымы тарап көбейгенде бұл алқаптарды басып алады. Ал олар тазаланады. Бұларда сотка екен. Соткіде? Иә, оригинал документтер сотканы көрсетті. Шығарсыншы? Соткаларыңызды көрсетіңіздерші тағы да. Қай жақтың мөрі, ненің мөрі мынау? Ресей Федерациясының Кировский облыстікі. Талғат мырза, байқағаным сіздер барынша айыппұл салмауға тырысады екенсіздер, иә? Неге? Біз мемлекеттік орман қоры жерлерінде заңсыз ағашты шауып жатса, ол кезде оларға шара қолданамыз. Ал қазір бұл кісілер жеке бизнеспен айналысып жатыр. Құжаты жоқ болған жағдайда сіздер ешқандай шара қолдана алмайсыз. Құжаты бар. Көрдіңіз бе? Жоқ болса?
жоқ болса, бұны қазір табиғат қорғау полициясы бар, карантинный не бар. Одан кейін бұлар әкімшіліктен барлығы разрешение алып, осы сауда орындарында сатып тұр. Бұларды біз даже как мемлекеттік инспектор ретінде бұларды тексере алмаймыз, заңдылығын. Біз үшін тексеріп жатсыздар. Енді сіздермен бірге біз кезекті рейдтік жұмыс шараларын жүргізіп жатырмыз. Әрине, мұндай құзырет бізде, яғни журналистер қауымында да жоқ. Бірақ бәріміздің ортақ мақсатымыз табиғатты қорғау және аялау емес пе?